12 жасқа толған балаларға арналған. Жақсы кітап оқу ақылды адаммен сырласқанмен бірдей екенін үнемі назарда ұстаңыз. Себебі кітаптың ішіндегі басты кейіпкер сіздің сырласыңыз, ал оның басынан өткеретін оқиғалары сізді де бейжай қалдырмасы анық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде Кітап әлемі бағдарламасы. Бүгін біз сіздерге әдеттегідей қазақ классикалық жазушыларының таңдаулы шығармаларын өздеріңізге одан әрі таныстыруды жалғастыратын боламыз. Бүгін біздің қолымызда белгілі жазушы Дулат Исабековтың «Қарғын» романы. Әрине, Дулат ағамыздың сонау 1980 жылдары жарық көрген бұл романы сол кездегі қазақ оқырмандарына кеңінен танымал болды. Тіпті жастар іздеп жүріп оқитынды. Бірақ осы кітапты күні бүгінге дейін оқи қоймаған, бірақ естіп білген, ішіндегі оқиғасы қызықтыратын адамдар үшін бүгінгі біздің хабарымыз айтарлықтай көмектеседі деген үміттеміз. Бүгінгі біздің бұл хабарымызға атсалысуға осы Шоқан Уәлиханов атындағы Жамбыл облыстық Әмбебап ғылыми кітапханасының меңгерушісі Мөлдір Оразалиева атсалысатын болады. Мөлдір, әдеттегідей кітап әлеміне қош келдің. Бүгінгі біздің енді қалың көрерменге түсіндіретініміз, оқырмандарға әсіресе кітап оқуға жаңадан қызығушылық білдіріп жүрген, қазір ғана мен таныстырып айтып өттім, Дулат ағамыздың осы «Қарғын» романы. Енді әңгімеміздің әлқиссасын, бұл қандай роман, қай тақырыпқа жазылған, осы сұрақтарға жауап беруден бастасақ. Рахмет. Ең бірінші Дулат Исабековтен бастасам. Дулат Исабеков атақты жазушы, оның қай шығармасын алсаңыз да, сондай өзіндік мағынасы бар, шыққан кезде сондай жарып шыққан Гауһартас шығармалары, Дермене, Сүйекші атты шығармалар бар. Соның ішінде ең қазіргі таңда аты шулы деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда өте сондай көп сұраныстағы кітабының шығармасының бірі «Қарғын» романы. Ол романды жазушы 1970 жылы 37 жасында бір айда жазып бітірген екен. 1980 жылы Алматы баспасынан ең бірінші жеке кітап болып жарық көрген. Жалпы бұл кітаптың қысқаша мазмұны сол кездегі аты шулы жас жазушы Жасын Мадиевпен оқуға жаңадан түскен, әлі балалығы басылмаған 18 жасар Байғұла есімді кейіпкердің екеуінің махаббат оқиғасы баяндалады. Жақсы. Енді кітапты оқымас бұрын көп адамдар осының мазмұнына қарайды ғой. Осы жерде Мөлдір өзің түсіндіре кетсең, басты кейіпкерлер қыз бен жігіт, мен қателеспесем, екеуінің арасындағы сезімге байланысты екен. Осы екі кейіпкер жайында айтып берсең. Бұл жерде басты кейіпкер Жасын Мадиев. Сол кездің аты шулы жазушысы, көп қыздардың арманы болған, қазақ әдебиетінде кейіпкерлердің ең үздігі деп баға берген, сондай бір өзіндік стилі, өзіндік ерекшелігі бар, ешкімге мойынсұнбайтын, сондай тәкаппар мінезді, суық, қаталдау жаңағы Бағиланы, өзінің ұнатқан қызы Бағилаға қанша кемсітіп, намысына тиген сөздер айтса да, оған деген сезімін ашып айтпайтын, лирика, нәзік сезім атаулыны ұнатпайтын сондай бір кейіпкер. Ал оның сүйіп ұнатқан қызы Бағила есімді кейіпкер, ол да оқуды жаңадан бітірген, Алматыға оқуға түсіп, Алматыға жолға аттанған кезде екеуінің таныстығы пойызда басталады. Яғни Бағила әкесімен бірге пойызда өзінің жаңағы әкесі қызметтегі адам, жоғары қызметтегі сол кісілермен бірге пойыздан Алматыға аттанып бара жатқан кезінде екеуі сол купеде танысып, сол таныстығы бір жарым жылға үзіледі. Бірақ сол уақыттың арасында осы Бағила сол бір көрген келбетті ұмытпай, күнде есіне алып, ол кім болды екен, сондай бір жағымсыз кейіпте қалса да, ол кейіпкерді ұмытпай, бір жарым жылдан кейін екеуі қайта жолығады. Жақсы. Енді екеуінің арасындағы махаббат жайында сәл кеңірек тоқталатын боламыз. Бағила өзі қандай отбасынан шыққан қыз, ата-аналары кімдер болған? Осы жағдайда кеңірек тоқтала кетейік, өйткені бізді көріп отқан мыңдаған оқырмандар бұл кейіпкердің шыққан ұшқан ұясының қандай екендігін білгісі келуі мүмкін. Осы жағынан да ойыңды ортаға салсаң.
Бағила әкесі ауыл партиясының бірінші хатшы, яғни жоғары қызметте жұмыс жасайтын, сондай бір жағымды кейіпкер, қызы үшін ештеңеден аянбайтын, барлығын жасауға баратын, сондай жағымды кейіпкер. Әкесі Қаратай есімі. Ең бірінші екеуі сол роман бастағанда екеуі, яғни әкесі Қаратай Бағиланы Алматыға оқуға түсуге апара жатады. Ол ешқандай қиындық көрмеген, отбасында анасы да өте сондай жағымды, момын, қанша ашуына тиіп тұрса да өзінің мінезін көрсетпейтін, сондай сыпайы адам болған. Демек, Бағила ешқандай қиындық көрмеген, табысты отбасынан шыққан қазақтың қызы болып тұр ғой. Енді осы жерде ой туындайды. Біздің басты кейіпкеріміздің бірі жаңағы Жасын ғой. Жасын мен Бағиланың арасындағы махаббат қалай үйлестік тапқан деген сұрақ туындайды. Себебі Бағила ешқандай бетінен қақпай өсірген қазақтың ерке қызы, жоқшылық көрмеген. Ал енді қарап отырсақ, оның ғашық болған жігіті енді өмірден көргені, түйгені көп сияқты, мен сенің сөзіне түсінгенім жалпы. Мінезі де жаңағыдай стандартты жүйеге келе қоймайтын жігіт екен. Екеуінің арасындағы сезім қаншалықты үйлесім тапқан сенің ойыңша? Автор осы арқылы не айтқысы келген? Бұл жерде Жасын, яғни басты кейіпкер Жасын, сонда бір өте бір ерекше кейіпкер. Ол оның тілін, оның жазған кітаптарын қатарластары ешкім түсінбейді. Өте сонда қиын тілде, күрделі сөздермен жазған, жасы 40-қа таяп қалған ересек жігіт. Оның тілін сол 18 жастағы қыз екеуі ортақ тіл табысады. Яғни 40 жастағы ересек адам мен 18 жастағы қыздың екеуінің ортақ тіл табысуы, бұл әрине сондай керемет нәрсе да. Бұл жерде ішінде бір оқиғасы бар. Жаңағы Жасынның 3-ші кітабы жарыққа шығады, яғни тұсаукесер болады, жарыққа шығады. Бірақ ол кітап туралы ешқандай газет беттерінде мақала да, ешқандай пікір, рецензия, ештеңе көрмейді ол кітап туралы. Және ол ойлайды, менің кітабым бір адам оқымаған ба, ешкімге ұнамаған ба оқырмандарға деген сияқты. Яғни ол жерде ол кітапты оқырмандар оқыған, бірақ ол кітапты түсінбеген, ешқандай кітаптарын түсінбеген. Негізі бұл Жасынның шын өмірде бар. Ол кісі жазушы Асқар Сүлейменов. Оны бірі білсе, бірі білмес. Яғни ол кісі өмірде де шынымен сондай болған екен да, сондай кірпияз, тәкаппар болған екен, сондай ешкімге мойынсұнбайтын, өзіндік бір стилі болған. Және сондай мінезімен Бағила оған ғашық болған екен. Өзіне бұрыннан көріп жүрген адамдарына ұқсамайды, сондай бір ерекше болған үшін ол Бағиланы қанша қорласа да, намысына тисе де, әкесінің намысына тисе де, ол Бағила және оның Жасынның отбасысы болады, отбасы, 2 баласы бар. Соны біле тұра, Бағила ешкімге ұқсамайтын мінезі үшін сол Жасынға ғашық болады. Жақсы, түсінікті. Енді бұл жерде қарап отырсақ, басты кейіпкер Жасынның өзге ер азаматтарға ұқсамайтын келбетінде, кісілік келбетінде, ер мінезінде, жаңағы стандартқа сай келмейтін өзінің көзқарастарында жатыр ғой. Жас қызды осылай баурап алған сияқты, мен қарап отырсам. Енді осы жерде мөлдір өзің кітапты оқыған кезде, енді өзің де жассың ғой. Жастар бұл осы махаббат жайындағы кітаптарды қызығып оқиды. Сен үшін қатты есіңде қалған кітаптағы қандай оқиғалар есіңде қатты қалды және ұнады? Бұл жерде есімде қалғаны сол Бағила мен Жасынның екеуінің сөйлескен диалогтары. Яғни ол жерде ең бірінші жаңа 1,5 жылдан кейін арақатынастар үзіліп, 1,5 жылдан кейін қайта кездескен кезде, сол кезде жаңағы Жасын қыздың есімін сұрайды. Есімің кім деген кезде ол Бағила деп жауап береді. Сонда есімің не деген жағымсыз, сондай құлаққа жағымсыз естіледі. Алматының кондитерлерінің езіліп кеткен тәттілеріне ұқсайды деген сияқты сондай бір қызық жерлер бар. Сонда екеуінің диалогтары кейінірек, бірақ осы кітап шығарма бойы Жасын өзінің сезімін ашып айтпайды. Тек соңында ғана өзінің ішкі сезімін түсінбей қызға мен сені шынымен ұнатып қалғанмын ба деп сұрақ қояды. Бірақ сезімін ашып айтпайды. Және бұл оқиға шығарма аяқталмаған. Соңында екеуі бір-бірін ұмыту үшін Бағила өзінің жеңгесімен шетелге демалуға Қара теңізге кетеді.
сол жаққа барған кезде қыздың жүрегі ауыратын болып шығады, сырқат болып шығады. Соны біліп, жаңа жасынға хабарласады. Сен тез жетпесең, Бағиладан айырылып қалуымыз мүмкін деген сияқты. Және ол өзінің отбасына қарап тұрып, әйеліне қарап тұрып, сондай бір сатып кетіп бара жатқан сияқты болады. Өзінің ыңғайсыз күйде ұстайды. Сонда да бірақ енді Бағиланы көргісі келгендіктен шетел асып, сол Бағиланың жанына барады. Сонда екеуі кездесіп, жолығып, сол жерде жаңағы жасын айтады: сен осы жерден жазылып шыққаннан кейін Алматыға қайтқан кезде мен сені саябаққа қыдыртамын, мен саған балмұздақ әперемін деп. Сонда Бағила айтады: сізге бұлай сөйлеу мүлдем жараспайды. Сіз одан да жаңағыдай суық тілде, қатал түрде сөйлей беріңіз, мен сізді сол үшін ұнатамын деген сияқты. Сол жерден шығарма аяқталады. Және Дулат Исабековтың бір несінде көргем, интервьюында. Не себепті аяқталмаған, өйткені көп сұрақпен аяқталған ғой, жаңағы жасын Алматыға барғаннан кейін екеуі бірге қосыла ма, қосылмай ма деген сияқты. Сонда Дулат Исабеков айтқанда, екеуін егер мен былайша айтқан хэппи энд қылып бітіретін болсам, ол қарапайым махаббат болып қалады. Ал егер екеуін екі жақ айырсам, ол оқырманның көңілін түсіруі мүмкін. Сол себепті осындай нәзік күйінде, нәзік махаббат екеуінің арасында қалғанын қаладым. Және оқыған оқырман өзіне қалай қабылдады, солай аяқтасын деген сияқты айтқан екен. Жақсы, түсінікті Мөлдір. Енді өзің қыз болғаннан кейін Бағиланы салыстырмалы түрде сұрағым келіп отыр. Мен қателеспесем, Бағиланың өзі де өте көрікті қыз болған. Тіпті оны кейбір бір суретші сыртынан аңдып жүріп, оның суретін салған, өте қызығушылық танытқан жігіттер тарапынан да үлкен жаңағыдай қызығушылық танытқан жігіттер өте көп болған екен. Жалпы Бағиланың осындай өзінен үлкен ер азаматқа ғашық болуы, жаңағыдай енді отбасы бар деп айтып отырсың оның. Жалпы осы таңдауы қаншалықты дұрыс болды деп ойлайсың, енді оқырман ретінде? Оқырман ретінде, Бағиланы сырттай ғашық болған, сыртқы жаңағы сұлулығына ғашық болған жігіт